Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен алтын күз және көктем аруына арналған жай кәдімгі өзіміздің күнделікті ұстап жүрген пакеттен көйлек жасайтын боламыз. Қанық түсті рулон пакетінен. Өздеріңіз білесіздер, үйлеріңіздегі керек емес кішкене пакеттерден де жасасаңыздар болады. Мен енді мынау үйде тұрған дайын рулоннан жасайтын боламын. Үстіп ажыратып аламыз пакетімізді. Бір-біріне үстіп қоямыз. Бір 7-8 шақтысын. Енді асты жағын бір тегіс қып қайшымен қырқып аламыз, және ұстайтын жағында екі жағын қырқып тастаймыз. Енді осы пакеттердің ішін екі жақтап екі қолмен ажыратып аламыз, кішкене ұзынырақ болу үшін. Енді гармошка қылып бүктеп степлермен қыстырып отырамыз. Өзіміздің қолданып жүрген қағазды қыстыратын степлермен қолданатын боламыз. Енді екіншісін тағы да үстіп көрсетіп отырамын сіздерге кішкене. Осындайдың біразын жасап қойдық, бізге көбірек қажет болады. Енді осылардың бір-біріне жабыстырып біріктіреміз. Бірікті. Енді осыған тағы да кішкене көйлекке етек қажет болады. Етегіміз ұзынырақ және кеңдеу болу керек. Енді осыны степлердің арқасында бір-біріне қыстырдық. Мінекей көйлегіміздің етегі жағы кішкене гармошка болып кең болды. Енді ары қарай бер жағына қарай жалғастыратын боламыз. Тағы да үстіп астын үстін қырқып алып отырамыз. Бұны да кішкене қараңыздар. Бұны гармошка қылып бүктемейсіздер. Бір-біріне жабыстырып отырамыз, қараңыздар. Бұл пакет бір қабатты емес, екі қабатты қылып, сәл кішкене қалыңдау қылып жасап жатқан жайым бар. Орталарын біріктіріп отырамыз. Алтын күз келе жатыр жақында. Осы жаз бітсе алтын күз басталады. Осы алтын күзге осы көйлекті істесеңіздер болады. Көктемге аруға да жарайтын болады. Мінекей жалғастырып жатырмыз. Енді дайындап болған скотчпен жабыстырған көйлегіміздің несін енді етегіне жалғастыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей етектеріне скотчпен жабыстырамыз. Әрине үстісіне осындай кішкене етегін жабыстырса да болады көйлектің. Негізі мен өзім кеңдеу, кәдімгі қазіргі жазда киіп жүрген кеңдеу көйлектерге ұқсатып істеп жатырмын. Мінекей үстіп айландырып шығамыз. Енді осының бергі жағын кішкене степлермен бүріп шығамыз. Сонда біздің көйлегіміз кішкене жинақы болады. Бас жағы кеңдеу болмайды, әрине кішкене қысқартуға тура келіп тұр. Және тағы да қосатын боламыз осы етекке. Сонда біздің юбкамыз болады. Көйлекке де бола береді ғой. Енді негізі юбка қылып жатырмыз. Осы юбка кеңдеу болу керек. Мінекей біз болдық. Енді осыны кішкене тағы да жалғастыратын боламыз. Тағы да үстіп, әрине тағы да үстіп ажыратып кесіп аламыз. Бізге енді көп қажеті жоқ, кішкене 6 данасы қажет, 6-7 данасы. Соны тағы да бір-біріне жабыстырып қойдым, тезірек көрсету үшін. Енді осыларды бір-біріне жабыстырып шығамыз тағы да. Скотчтың арқасында жабыстыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте әдемі көйлек болып шығады. Үйіңізде жатқан керек емес пакеттерден де кәдімгі үлкен пакеттер болады ғой, жаңағы заттар таситын. Қазіргі заманауи ою өзіміздің
жаңағы қазақи оюда шығып жатқан пакеттер бар. Одан да желетке жасасаңыздар болады. Көйлек жасасаңыздар да болады. Мінекей болды, енді аяқтап қалдық. Кішкене мінекей біздің ипкамыз дайын болды. Енді осының ұштарын кішкене бір тегіс қылып қырқып шығамыз. Мұнда өзіміздің ипкамыз бір тегіс қылып. Енді осыны скотчпен ұштарын біріктіріп айландырып шығамыз. Мұнда ұштары желбіреп шығып кететін болады. Енді біздің ипкамыз дайын болды. Енді бізге бір шетке қоя тұрамыз. Енді бізге осы ипканың жекетін істейтін боламыз. Кофтасын деуге де болады. Кофтасын жабыстырып дайындап қойдым. Енді екі шетіндегі қол кіретін жеңін қырқып аламыз. Және кішкене шығып тұрған пакеттерді скотчпен жабыстырып отырамыз. Сонда жалбырап кішкене жалбырамай тұрады. Енді біз осының бас жағын жабыстыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей бір пакет алдық та бас жағын жабыстырамыз. Мойын жағын шығаратын боламыз. Әрине бірінші жабыстырып аламыз, содан кейін мойын қиып алатын боламыз. Өзімізге оңай болады. Енді осы жағын бір-біріне жабыстырып отырамыз. Мінекей енді мойын ойып аламыз. Бірдей ойып алу үшін деп қырқатын боламыз. Мінекей біздің кофтамыз дайын болды. Енді екі шетінде қырқып алып скотчпен жабыстырамыз. Өйткені үштік болып, жағасы үштікте болып тұрғандықтан үстіп екі шетін қиып алдық. Кәдімгі желеткеге ұқсап тұр. Енді осы желеткімізді кофтаға айландыратын боламыз. Қалған құтқан пакеттің жаңағы ұстайтын жерлерінің бәрі артық қалды. Осыларды іске асыратын боламыз. Мінекей үстіп айландырып шығатын боламыз. Мінекей айландырып қойдым кішкене. Енді етек жағын айландыратын боламыз. Қарап отырыңыздар. Осының бәрін тегістіріп қойып шығып, скотчпен жабыстырамыз. Мінекей дайын болды біздің кофтамыз. Кішкене ар қыздарға арналған, алтын күзге арналған, мода көрсететін көйлек десе болады. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерден сұранатыным видеоның басынан аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Өте қызықты, өте әдемі жасалды. Осыны қыздарыңызға жасап беріңіздер. Әрине үлкен қыздар өздері жасай алады. Мінекей менің ипкама